Hello everyone and welcome to оңай ағылшын. Бүгін мен ағылшын тілі сабақтарын қызықты өткізуге көмектесетін бірнеше сайтпен бөлісемін. Олардың қалай қолданылатынын үйретемін. Бұл сайттарды өзім күнделікті қолданып жүргендіктен, оқушылардың ағылшын тіліне деген қызығушылығы одан сайын артатынына сенімдімін. Немесе өзіңізде егер ағылшын тілін үйреніп жүрсеңіз, осы ойындар арқылы үйренсеңіз, өте ыңғайлы және қызықты болары сөзсіз. Менімен бірге болыңыздар. Let's get started. Ағылшын тілін үйрететін ең күшті ойындардың бірі, сабақты қызықты қылып өткізуге көмектесетін сайттың бірі Games to Learn English. Бұл сайт маған өте қатты ұнайды және көп қолданамын. Ішінде түрлі ойындар бар, әр тақырыпқа арналған. Body parts, phrasal verbs, days, jobs game, food game, time, word search, future, going to, concentration, review, prepositions, past tense, questions, perfect tense тақырыбындағы да ойындар қамтылған. Мысал ретінде, clothes тақырыбындағы ойынды алып көрейік. Мұнда киімдерді киіндіру арқылы ойнатылады және present continuous шағын қолдануды үйретеді. Қараңыздар, he's wearing a polo shirt. She is wearing socks. She is wearing a brown hat. He is wearing a baseball cap. Және де тағы басқа түрлі ойындарды балаларға ойнатсаңыз болады, немесе өзіңіз ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, осы ойындар өте қатты көмектеседі. Мұнда етістіктерді үйренуге болады. Get up. Wash your hair. Wash your hair. Use a laptop. Brush your teeth. Sleep. Cook dinner. Бұл жалықтырмайды, бұл ойындар, себебі суреттер арқылы интерактивті болғандықтан балалардың керісінше қызығушылығын арттырады. Ағылшын тілін үйренгісі келген кез келген адам қолданып ойнай берсе болады. Мұнда түрлі тақырыптарды таңдауға болады. Мысалы, мамандықтар. Бір жақсы осылай сөздерді оқып отырады бұл ойында. Келесі сайтымыз islcollective.com сайты. Бұл сайтта да өте қызықты видеолар бар. Мұнда іздеу бөлімінде өзімізге қажетті тақырыпты жазсақ болады. Мысалы, мен can, can't тақырыбында видео іздегім келіп тұр. Деңгейге байланысты түрлі видеолар бар. Және қай деңгейге байланысты екені жазулы тұрады. Мына видеоны ашып көрейік. Экранын үлкейтуге де болады. Өзінің дайын тапсырмалары бар. Сол тапсырмаларды орындау арқылы баланың білімін тексеруге болады. Мультфильм көру арқылы. Мысалы, can fish swim? Yes or no? Yes. Бұл видеоны көру арқылы оқушылар сабақтың қиын екенінде сезбей қалады. I'm so glad you're safe. Out of my way. Бұл сайтта әртүрлі слайдтар да бар. Өзімізге қажеттісін таңдаймыз. Can, can't тақырыбындағы слайдтар шығып тұр мұнда. Мен біріншісін ашып көрейін.
What can you do? Қараңыздар. What can you do? Мысалы, I can fly деп бұл слайдтар арқылы сөйлем құрауға болады, түрлі берілген жаттығуларын орындауға болады. Әрдайым біркелкі сабақтарды өткеннен одан да сабақты түрлендіретін осындай слайдтарды, видеоларды қолданған өте қызықты. Бұл слайдтарды жүктеп алуға болады. Осы сайтқа тіркеліп, слайд ретінде немесе PDF форматында жүктеп алуға болады. Бұл сайтта worksheets әртүрлі жұмыс парақтары да бар. Түрлі түспен боялғандықтан, түрлі түсті суреттер болғандықтан балаларға өте қызықты. Бұл жұмыс парақтары да жүктеліп алынады. Doc форматында немесе PDF форматында. Келесі өте пайдалы, қызықты ойындары бар сайттардың бірі wordwall.net. Мұнда өзіңіз тапсырмалар жасай аласыз. Мынау менің жасаған тапсырмаларым. Әр сабақ сайын оқушыларға осы тапсырмаларды беріп отырамын. Бұлар ойын түрінде болғандықтан балаларды жалықтырмайды. Переключить шаблон бөлімінде басқа шаблондарға ауыстыра аламыз. Тегін түрінде тек қана 5 тапсырмаға дейін ғана жасауға болады. Мына ойында суреттер шығады және керек сөзді таңдаймыз. Редактировать контент арқылы өзгертуге болады. Сөз енгізіп, суреттер салып, мысалы chair дегенді кетіріп, орнына басқа сөз жазсақ болады. Bear, убирать кетіріп тастаймыз. Сосын bear'ның суретін іздейміз. Немесе корзинаның суреті тұр, сол арқылы кетіруге болады. Выполнена батырмасын басып сақтаймыз. Тегін түрінде тек қана 5 тапсырманы ғана жасауға болады. Ал мен әр тапсырманы копировать еттім. Сол үшін 6 тапсырма менде тегін жасалып тұр. Оқушыларымның ең жақсы көретін ойыны осы миллион кімге бұйырады деген ойын сияқты. Quiz show. Бұл өте қызықты, бонустар беріліп отырады. Оқушыларыма берілген сөздерді жаттауды бұйырмаймын. Осы ойындар арқылы олар өздері-ақ тез жаттап алады. Яғни жарысқан кезде олар айтқысы келіп тұрады ең бірінші болып. Немесе 2 командаға бөлініп ойындар ойнатқан кезде де олар бір-бірімен жарысқан кезде сөздердің барлығын біліп алады. Переключить шаблон бөлімінде әртүрлі шаблонға ауыстыруға болады. Жаңағы шаблон сияқты, бірақ қарапайым түрі. Тағы бір қызықты тапсырмалардың бірі мына сөздерді орын-орнына қою. Бұл грамматиканы жаттықтыруға жақсы. Редактировать контентті басып, қажет емес сөйлемдерді кетіруге болады. Немесе добавить предложение арқылы жаңа сөйлем қосуға болады. Выполненаны басып сақтаймыз. Сосын автоматты түрде өзі сөздердің орнын ауыстырып береді. Және артындағы фонды өзгертуге болады. Келесі word search ойыны. Мұнда оқушылардың өткен сөздерін қостым. Сол сөздерді осы әріптердің ішінен табу керек. Бұл сөздердің дұрыс жазылуын үйренуі үшін жақсы тапсырма. Келесі дайын ойындары бар.
сайт bamboozle.com. Бұл қосымшада әртүрлі тақырыпты талқылауға болатын ойындарды таба аласыз. Қараңыздар, әртүрлі қозғалыстағы суреттер болғандықтан бұл балаларға өте қызықты. Төбе етістігі тақырыбында іздеп көрейік. Бір ойынды таңдап, командаларға бөліп ойнатуға болады, немесе бір ғана оқушымен де ойнауға болады. Мысалы, мұнда төбе етістігін қоямыз. It is a chicken. They are horses. Міне, бірінші командаға 15 балл, екінші командада 15 балл. Яғни, балаларды командаға бөлген кезде ойнаған қызықтырақ болады. Соңында қай команданың ұтқанын көрсетеді. Have got, haven't got тақырыбында іздеп көрейік. Енді бұл ойынды ойнау үшін сол жақтағы play батырмасын басамыз. Бірінші батырманы play for free дегенді бастық, себебі бұл тегін, қалғандары ақылы. Questions only дегенді таңдасақ, тек қана сұрақтарды береді. Ал classic-ті таңдасаңыз, онда сұрақтармен қатар қосымша бонустар береді. I have got ears or I haven't got ears. I haven't got ears. Okay or oops. Okay'ді бассақ дұрыс, oops ол дұрыс емес. I have got black hair. I haven't got black hair. Келесі ойындары бар, түрлі тапсырмалары бар сайт ASL Kids Games. Бұл сайтта да балаларға, жасөспірімдерге арналған ойындардың түрлері бар. Speaking тақырыбында да online games, яғни онлайн ойналатын ойындар. Кәдімгі сабақ бастар алдындағы warm up, cooler, filler барлығы қамтылған. Online games-тағы categories for kids деген қатты ұнайды. Мысалы, T әрпінен басталатын something scary, қорқынышты, T-дан басталатын затты айту керек. A place in the city, қаладағы T-дан басталатын орын. Something in the classroom, кластағы T-дан басталатын зат деген сияқты. Яғни бұған уақыт беріледі. Сол уақыттың ішінде бұл сұрақтарға жауап берілуі тиіс. Ал жоғары деңгейдегі оқушыларыма осы тапсырма қатты ұнайды. Мысалы, would you rather have more time or have more money? Ақшаң көп болғанын қалар медің, әлде уақытыңның көп болғанын қалар медің деген сұрақтар балалардың ойлау қабілетін дамытады, әрі сөздік қорын арттырады, сөйлеу қабілетінде дамытады. Сондай түрлі қызықты сұрақтар бар. Ал ол қызықты сұрақтарға балалар ойланып жауап бергісі келіп тұрады. Яғни бұл сабақтың қызықты өтуіне көп әсер етеді. Сонымен қатар сабақ алдында балаларды сергітетін warm up ойындар да бар. Бұл warm up сергіту ойындары әртүрлі деңгейге арналғандығы жазылған, қалай ойнау керек екені, қандай құралдар керек екені, мақсаты қандай, барлығы қамтылған. Қажет деген материалдарды жүктеп алуға болады. Ал менің соңғы көп қолданылатын сайттарымның бірі Quizlet. Бұл өте пайдалы сайттардың бірі деп айта аламын. Себебі сөз жаттаған кезде өте ыңғайлы. Яғни карточкалар арқылы сөз жаттауға болады. Мысалы, мына суретті көрсету арқылы балаларға ағылшынша қалай айтылатынын табады. Осылай суреттер шығып тұрады, ал оқушылар оның не екенін айтып отыруы қажет. Мен бұл карточкаларды көбінесе жоғары деңгейдегі оқушыларыма көрсетемін. Олардың, яғни сөздерді қайталауына жақсы. Бүкіл тақырыпты ұмытып қалғаннан кейін есіне бір түсіргеніне ыңғайлы. Яғни біз бірінші мына создайте новый модуль деген батырманы басып, название дегенге
карточкалардың тақырыбы, мысалы, clothes тақырыбын алайық. Термин дегенге өзіміздің керек сөзімізді жазып, определение дегенге суретті таңдасақ та болады, аудармасын таңдасақ та болады. Мысалы, қараңыздар, trainers определение бөлімінде изображение дегенді басып, суретін таңдаймыз. Dress определение бөліміне суретін қойсақ та болады, мағынасын жазсақ та болады, аудармасын да жаза аламыз. Мысалы, мен суреттің орнына жай ғана қазақша аудармасын жазғым келіп тұр. Көйлек. Және де түрлі фразаларды жазуға болады. Мысалы, put on a coat. Пальтоны кию. Изображение бөлімінде суретін табамыз. Бұның бір жақсы автоматты түрде барлық суреттерді тауып береді. Қолдануға өте ыңғайлы. Бұл тіпті өзіңіз сөз үйреніп жүрсеңізде осы карточкаларды қолдануға болады. Тек қана суретті ғана емес, мысалы, термин дегенге сөзін жазып, определение дегенге ағылшынша мағынасын жазсаңыз болады. Мысалы, a school where students can study and get knowledge деген сияқты мағыналарын жазуға болады. Бұл видеода бөліскен ойындар, тапсырмалар, сайттар сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай.